Ассаламу алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, дәмді әрі тез дайындалатын лимонды кекстің жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл кексті жасау үшін бізге ешқандай миксер қажет емес, жай ғана венчикті не болмаса шанышқының көмегімен араластырсақ жетеді. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа және де секер, одан кейін шым-шым тұзды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Венчик болмаса, шанышқының көмегімен араластырсаңыз да болады. Одан соң үстіне сүт, лимон шырынын және де өсімдік майын қосамыз. Мен жарты лимонның шырынын пайдаландым. Және де лимонның қабығын қостым. Лимонның шырынына да, қабығына да жарты лимонды пайдаландым. 1,5 лимонды пайдалана беруге болады. Бұл кекстің құрамы өте қолжетімді. Қажетті заттардың барлығын видеода және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Осы барлық қосқан ингредиенттерімізді бір араластырып аламыз. Одан соң үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Одан соң үстіне 1 шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап күрекшенің көмегімен араластырамыз. Дайын кексімізді табаға құйып, оның үстін тегістеп, одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Кексіміз өте жұмсақ, дәмді, әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де достар, менің каналымда бұдан да басқа әртүрлі тәттілердің, ыстық тағамдардың, десерттердің жасалу жолы көрсетілген. Менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.